Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Арс. Бүгін біз Roblox ойынын ойнайтын боламыз. Так, Roblox ойынның ішінде бүгін біз тағы үй салатын боламыз. Екінші бөлім. Лайк басыңыздар, арнаға тіркеліңіздер, комментарий жазып кетіңіздер. Так, алдыңғы бөлімде біз осы үйді салған болатынбыз. Және бізде екі көлік, біздің көршілеріміз жүр. Так, бізде екі көлік болған болатын. Мен тағы бір өзіме бір көлік сатып алдым, ақша жинап. Так, BMW сатып алдым, VMB. Так, BMW M4 Competition. Дауысы қалай. Фарын жағамыз, на салоны. Короче, пробегі 100. Міне. Пробегі как новый. Алға бері айдаған жоқпын әлі, дәл осы ой тұр ғой, короче. Дауысы деген әдемі еді. Так, енді біз алдыңғы бөлімде осы үйіміз салған болатынбыз. Осы үйімізді бітірдік. Одан кейін мен тағы енді келесі бөлімге мына үйді жоқ. То есть мына үйді салатын боламыз. Қазір ашамыз. Мен оған уже ақша дайындап, жинап қойдым. Міне, ақша астын қараңыздар. 53,647,504 доллар дайындап қойдым. Короче, полный жетеді о. Ендеше сол үйімізді бастаймыз ба, достар? Кеттік. Сатып алайық жерімізді. Жердің өзі 5 миллион доллар тұрады. Ал ендеше кеттік. 1, 2, 3. Ё-моё, новый жер, короче, новый үй. Ал бастайық, ал бірінші кетті. Фык, вау, мынау деген, мынау, ё-моё, мынау үлкен болады сияқты, мынауды тоже. Мәссаған, территорияның өзі үлкен ғой, достар. Так, мынау, мәссаған, мынау не тағы. О, мәссаған, уже басталып кетті әдемі. Фык. Сразу астына түсіп кеттік па? Қалай болып кетті, ё-моё. Так, бұнеқа жүгіреміз. Фык. О, мынаның үлкендігі дейтін айталмадым болып тұр ғой, короче. Өтті үлкен сияқты мына үйіміз. 50 миллионымыздың уже 48, ё-моё. Қалай, айтпақшы 5 миллионға сатып алған екенбіз, о, дұрыс. Так. Мәссаны өтті әдем сияқты да мына үй. Аппақ екен іші. Былай мінеміз мына жерге. Стена. Жоқ. Тағы жер қосылды ма? Мынау. Мына видеомызда кеше алдыңғы видеомыз сияқты ұзақ болатын сияқты. Так. Мына жаққа. Фык. Стена. Тағы біреу. Вау. Фык. Так. Кухня ма? No. Ой. Бізде донат. Вау. Көршілерім бай сияқты ғой. Қымбат машина деп жүр. Достар, сосын бір көлік гараж жинауымыз керек еді. Оған бір арнайы бөлім шығару керек. Бір 10 шақты машина алу керек па, қымбат. Комментария жаза кетіңіздер қандай машина алайын. Так. Мына жаққа стенасын сала берейік. Мәссаған, уже нормально, да? Фаус дейді. Так. Мына жаққа тағы стена. Мына жаққа тағы біреу. Мынау баси сума нізет елі өтірік. Сума қалай. Мәссаған, точканы әр жерден шығарып отыр ғой. Мынау кәм айдалға. Астына түсіп кететін жер екен мынау. Фык, о. Паркинг. Ой. 3 машинамыз шығарып қояйық та, достар. Көршілерімізден ұят болмасын. Мына жерге M4 ма? Короче, райсіміз жағып қояйық та. Мына жерге үшеу. Вот, міне нормально енді. Более-менее кішкене.
Мәшіндеріміз бар екен көрсетіп қояйық, арзан болса да. Так, басталып кетті уже, міне бар дейді. Кухня сияқты мен ойымша. Или просто бар ма, есік. Так, мына жаққа есік. Ішін бітіріп тастайық дейсіз. О. Как всегда. Картинкамызды қоямыз. Мына жақтар жауып тастау керек. Негізі, вау. Декор. Так. Вау. Так, о. Мына жерге не қою керек? Телевизор сияқты одан ау. Мына жерге жауып тастаймыз. Мына жерге тағы аквариум қоямыз. Терезе, жоқ, кухня мынау. Әдемі екен. Так, мына жерге есік. Гүл, орындық, отыра беретін әдетіміз сол баяғы, қоймайды. Терезе. Так, мына жерге орындықтар қоямыз ба? Вау, өте әдем болып шықты. Так, үстіне секіріп өтіп кетейік. Мына жақта екен ғой, бәсе таппай тұрмын ғой. Так, енді мына жақта бітіріп тастайық. Фак. Вау. Мәссаған, мынау не? Негізі мына жақта бітіріп тастағым келіп тұрады мен. Мына жерге өте алмайды екенбіз, о да жақсы. Мына жақта жасай берейік, ортаны. Так, фак. Есік. Енді осы бөлменің ішін бітіріп тастайық. Тез. Вау, гардеробымыз кішкене әдем болып қапты да. Футболка, Nike, кроссовка. Женский ғой, ё-моё. Біз женскийге ұқсап тұрып қой. Скин ауыстырдым, достар, қалай? Донат скин алайын ба, или осы бола ма? Так. Телевизорды қоямыз. Есік. Туалеттің ішін қайтып жинауымыз керек. То есть... Все. Көршілерім жарысып жүр ау деймін. Мәшіннің дауыстары шығып отыр ғой. Картинка. Есік. Терезе. Так. О, сол баяғы пианиномызды ұмытпайды әйтеуір. Мына жерге диван қоямыз. Тағы диван. Жоқ. Все. Кресло. Кресло қызық екен да, бір басқаша ол ма? Телевизор. Так. Мына жаққа. О, шахмат. Шашки ма? Шахмат қой. Ой, мынау бір-бірден. Так. 20 мың доллар дейтін. Ё-моё, бір стол үшін қымбат емес пе? Біз мына жаққа қалай барамыз? Айналып баруымыз керек сияқты ғой. Есік қойып тастаймыз. Так, мынаның ар жағына тоже тағы баруымыз керек па? О, телевизор. Мынаяқтан секіре аламыз ба, достар, давай көрейік. О, жақсы. Секіре алмай алдық. Өкінішке орай. Тук. Есік, есік. Главный проход. Вау. Үлкен да мынау. Так, енді мына жақ. Терезе, есік. Терімізді қойып шығамыз. Енді ішін әдем. Мынау тренк істейтін жеріміз ба? Қалай ғой. Фак. Картинка сол баяғы. Гүлдерімізді қойайық. Мына жерге телевизор қоймаймыз, әне. Теледидар деймін, теледидар. Фак. Не қойылды жаңа, соңғысында гүл ма? Ой, бля, пранкқа түсіп қалдық тағы. Так. Мәссаған, есік жоқ па кіретін сонда? Ой, мына жерде бар екен ғой. Так, мына жаққа орындық. Фак. Гүл, тағы бір гүл. Картинка.
Так, мына жақ. О, әдемі болды. Мына жаққа тағы. Фык. Мына жақты істеп тастайық енді. Диван. Картинка. Терезе, есік. О, бәзе үй суытып кету керек қой. Мәссаған. Қайтып баруымыз керек бар жаққа. Тағы секір алымызды. Тақап тұрып секірсек жетеді екенбіз да, байыды. Ой, мынау мені ойыншық қылды. Бәсе өз шошарып қоятын адамға басынан бастап жүгіртіп қоймайды. Жүгіреміз. Так. Мына жаққа былай секіреміз. Фык. Тек қалған соғы, короче, даусым шықпай. Фык, диван бітпейтін. Вау, кеттік бір демалып алайық күннің ысысында. Бүйтіп алып тастай қойсақ қалай. Так. Мына диванды қоямыз. Сосын мына жақта тағы біреу. Тез жүгіретін болмаған соң да. Фык. О. Демалыс орнымыз. Кактус. Мына жақта не бар? Со баяғы стена. Орындық. Бірлеп қояды еще орындық деген мая. Так. Все. Джакузиге түсеміз, джакузи. Отыруады кетек джакузине. Так. Енді мына жаққа қайтып кетейік. Ой, түсіп кете жаздадық қой. Фык. Мына жаққа тағы бір гүл қой жіберейік. Болды ма? Енді мына жаққа барамыз да, мына ішіне гүл. Так, гүліміз болған сияқты. Енді шетке барып, тағы бір гүл, бітпейтін гүл. Так, мына жаққа барып, мынауын зат. О, ар жағы жасалды енді. Мына жаққа келеміз. Мына жаққа. Вау, мына жерде бүйтіп демалсаң рахат сияқты ғой да, бүйтіп жатып. А чё, жатпай ма не? Окей. О, фык. Кеттік. Өкінішке орай жүрмейді екен. Орындықтарымызды қоямыз. Так. Фык. Паркур ғой, короче. Мына жерге тағы бір астына түсу керек па? Фык. Вау, мына қараңыздар, сарқырама болып тұр ғой мына жер. Мына үстімен бара алмаймын ғой, енді айналып баруым керек па? Так. Первый лица. Так, сыртқа шығамыз. Қайтып мына жаққа кіреміз. Ол үшін мынаяқпен кетеміз ода. Пуэнтті тағы гүл. Беговая дорожка жүгіреміз. Тағы біреу. Гантельдер. Так. Душевой, туалет. Уборныйды бітірдік. Енді так. Жүрек та мыняқа. Е-мая, қалай но. Мына жақта есік бар ғой да. Фык. Болды енді. Так, неше процент бітті? 36% уже бітіпті. Фык. Та, пранкқа түсіп қалдық па? Так. Айналып баруымыз керек екен. Секіреміз.
О, сразу. Мәссаған, жер әдемі екен. Ваннасы әдемі екен. Так, мынаның ішіне кіреміз. Туалетіміз, ана душ қода. Душ, есік. Қайтып кіреміз. Фык. Душ жасалды. Жарық қойылды. О, бітпейтін бассейн. Фык. Мына жақтар жауып тастаймыз. Как всегда сыртында алып қоямыз ғой еще. Так, ішіне кіре салайық. Осы сияқты бітіріп тастайық. Фык. Вау, мына бассейн. Өте әдемі екен. Гүлдерімізді қоямыз. Және мына жақ паркинг сияқты ғой да. Есік. Паркинг. Так, мына жерде мынау нең орын? Лифт па? Ой, басталды. Фык. Мәссаған, неше паркинг? 3, 4, 5 машина болу керек болды ғой. 5 автокөлік, 5 спорткар алу керек. Шыға берді ғой, ем-майы. Вау. Енді үстіне бір шығуымыз керек. Так, одан бұрын мына жақта бітіріп тастайық. Фык. Сол баяғы демалыс орын сияқты мына жерде. Так, мына жер бір-бірлеп столымызды қойып шығуымыз керек. Сол баяғыдай. Болды да. Есік, терезе. Демалыс орны. Мына от жанып тұратын камен, короче, атын затет. Гүл. О, футбол ойнаймыз. Фык. Осыны бірге ойнауға бола ма екен? Типа бір үйде екі адам болып салуға болмайды сияқты да. Так, Roblox ойнайтын көрермендер болса, маған друзья тастап қойыңыздар. Міне мен ник Ars 0011100. Короче, негізі 111 дейін деп едім, бос болмады. Сосын 00 дейтінді қоса салдық. Мынау кинотеатр ма? Кинотеатр сияқты. 106 мың дейді, ё-майо. О, 5 адамға шағын әдемі екенді. Жарық қоямыз. Ой, енді. Бәсе, вау. Өте керемет болды. Боулинг. Так. Мына жаққа. Жарық. Вау. Әдем болып қалды. Гардеробымызды толтырайық. Көршім жүрген сияқты дауыс шығып. Вертолеттің дауыс шығып жүр. Самолеттің дауыс шығып жүр. Зор қайтқан соң ғой, ё-майо. Ой, гардероб деп қоям. Кітап оқитын жер екен ғой, короче. Так. Жерде әдемі болып қалды. Орындық. Картинка. Ой, мына отыра берді ол. Ё-майо. Всё. Мына жақта болды, мына жақ болды. Мына жақ. Так, енді мына жаққа жарық қойып тастаймыз. О, керемет. Керемет. Деп өзіңме өзің қойып отырсаң да. Гольф. О, орындық. Уже біліп оған соң, примерно қай жерге шығатын. Ё-майо, көршілерімде жатпайды екен. Вертолетпен, самолетпен білгенін істеп жүр ғой.
экранға түсіп қалдық тағы. Мәсән, хотя бы 50% үй бітті. Ая, уже 60% болыпты. Жарығымызды қоямыз. Қазір жасап жатқанымыз нулевой этаж. Әлі екінші этажы бар сияқты. Так, мына жақтан өтіп кете аламыз ба? Енді болған сияқты нулевой этажымыз. Гаражымызды жасап тастауымыз керек әлі. Мәсән, мынау көршінің автокөлігі ғой, мынау примерно, да? А че отыр алмай ма не? Міне жүр екен ғой өзі. Фак. Вау, лифт, прикинь, достар. Осы жерге өзімнің автокөліктерім шарқ қойыншы. Так, үшінші машинді қойдым. Ені басып тұрсақ, мынау короче лифт екен. Автокөлікке арналған. Бай істесек көтеріледі, бай істесек түседі. Мен көршім, мен паркингіме кіріп кетейін деп жүрген сияқты ғой, да. Так. Енді мына жерге тағы екінші этажын қоямыз. Уже екінші қабатта бастайтын уақыт болған сияқты ғой, да. Фак. Так, мына жақ потологын жауып отырып қой, короче. Мына көрші кедере келтіріп жүр что-то. Қалай қуып жіберсек болады оны. Или мынаның все по идее, да. Так, мына жақты бастайық. Неше процент болды? 61. Енді мына жақты. This is fuck терраса. Террасамызды болдық. Енді мына жаққа есік. Так. Е-мой, адасып жүр қой, адасып. Мына жаққа барамыз. Терезе, есік, бөлме бар, оны бітіріп тастаймыз дейсіз. Есік қоямыз. Так. Мына жаққа терезе, есік, бес. Вау, өте әдемі болған сияқты тағы. Үлкен. Так. Енді мына жаққа жүгіреміз. Ой. Не болып кетті, мына жаққа әлі өтпей жатыр ғой, емайы. Сол гүлдерімізді қояйық. Сосын мына тағы бір орындық. Мына жерге диван қоямыз. Мына жаққа гүл, тағы орындық. Мына жер типа танцпол. Ох, диджей. О, кеттік. Диджей. Арс диджей. Дың. Ойнайтын уақыт таптық ау деймін, да. Фак. Вау, мынау концерт беруге одан мына жақта. Мына жақта бітірейік енді. Кететін адам ба, кетпейтін адам ба? Шетін істеп тастаймыз. Мына жақ Friends дейді. Гүлдер ма, шөптер ма? Короче, толтырып тастаймыз. Орындықтарымызды қойып тастайық. Так, енді екінші қабатқа баруымыз керек сияқты. Через. Так. Мынау жарық. О. Мына жақтың жарығы қаяқта екен. Так, мына жер ортаны бітіріп тастайық. Гүл. Сурет, телевизор, орындық сол баяғы. Так. Терезе.
Вау. Так. Мына жақтың ішіне TV. Вау. Ваннаның ішінде суға түсіп жатыр, телевизор көрсе да. Так, енді все по идее. Достар, біздің үйіміздің әлі 30% жасалған жоқ. Сол себепті мен тез бітіріп тастаймын, а то видео ұзақ болып кететін сияқты. Сіздерге ол дейтін бір тез көрінеді, ал маған осы жай істеп жүремін ғой. Кеттік ау ендеше. Так, достар, біз, короче, барлығын болдық. Почти соңғы штрих қалды, соңғы фк. Все. Все. Короче, барлығын бітірдік. Үйдің крышасын енді бір кішігірім таныстыра кетейін да. Так. Мына жерде гараж, 3 место бар, 3 орын. Мына жерде астына түсетін лифт бар, көлікке арналған тұрақ болды. 3, ана сырттағымен 3, 4, 5, 6, 7, 8 көлік сияды. Короче, мынау нулевой этаж. Мынаның ішінде, короче, бассейн бар, демалыс орны, гольф бар, боулинг бар, зет боулинг бар, сол бар, кино, театр, короче, демалатын жер. Мынау қонақ күтетін кіреберіс десек те болады. Мына жақта қонақ күтуге де болады. Короче, мынау күнделікті сол кухня, тамақ ішуге арналған, туалет, ванна, пианино бар мына жерде. Мына жақта комнаталар бар. Так, жоғарғы этажға шығатын болсақ, бұл жақта тоже комната бар көбінесе. Мына жақта барлығы комната мінеше. Бұлай балкондары бар өздерінің жеке. Так, мына жақта тоже солай болу керек. Өзім ұмытып қалдым уже. Иә. Өте үлкен комната, демалыс орнымен. Өте керемет көрініспен. Ой, қатып кетті. Так. Сосын біз... Ё-моё, не үшін қатып отыр? Сосын бізде мына жақтан шығамыз, тағы жоғарыға. Айтпақшы, мына жақта танцпол. Короче, дискотека. Шейкер дейтін жер ғой. Ё-моё, мен үй бітті деп қоям, әлі бітпеген екен ғой. 99-да 1 болып тұр екен ғой. Жақсыға бітіріп тастаймыз, таныстырып бітейін. Ең жоғары крышамыз, но демалыс орны, гольф бар, крыша. Так, мына жерде біздің жеке вертолетіміз бар ғой, короче.
О, міне мынау біздің үйіміз. Короче, жаудың бойына қоя салатынымыз бар енді. Так, бітіріп тастайық енді до конца. 99-да 3 дейді. Соңғы штрих деп қоймасаң да. Так. Шігіреміз. Мына жақта не бар екен? Чё? Сыртында ма? Айналатын болдық қой. Так, мына жақта. Фык. Так, 99-да 5, 99-да 8 емес 6 екен. Так, 6, 7, примерно 2 зат қалды ғой. Фык. И все, достар, е-мое, бітірдік 100%. 100%. Бітті. Мынаған қараңыздар, е-мое, өте үлкен үй ғой мынау. Мына үйімізге енді дейтін 50 миллион доллар кетті, короче, е-мое, басында болған ақшамыз даже жетпей қалды. Мына жақтан алдық қой, өзі жинап міне секунд сайын. Енді тағы келесі бөлімге 100 миллион ба дайындап қою керек сияқты, себебі мынау үлкен үй. 10 миллион доллар, оны ашудың өзі. Барлығымен таныстырдым, достар. Енді қандай машина алсам болады, қандай автокөлік алсам болады. Давай осы видеода бір машина алайық та, автокөлік алайық. Так, қандай көлік аламыз? Қатты қымбат емес, қатты арзан да емес. Так, вау, Мерс бар екен. Супра. Или что, X5 типа бірден аламыз ба? Вау, i8 ба, соны аламыз ба? Так, кішкене әдемілеу. Қандай көлік бар? M5 Competition аламыз ба, достар? Давай келик алайық. Келик бірақ қызық емес сияқты ма? Короче, 1 миллион долларға машина аламыз. Мынаны аламыз да, достар, қымбат, әдемі. О, Феррари аламыз дейді. Так. Короче, ойлана келе Мерс алайықшы. 1 миллион долларға, короче, кабриолет еще. Е-мое, достар, 1 миллион долларға алдық қой. Цветін қараңыздар. Дауысы деген сұмдық қойын, сұмдық. Ой. Так. Аған бай жақындау керек па? Короче, түсіміз керек сияқты ода. Ені басамыз. Цвет қалай, достар? Цветі қып-қызыл болып тұра берсін. Мейлі өзгертеміз ба? Менің ойымша осы цветте әдемі сияқты. Вау, өте әдемі көрініс болып тұрған сияқты да. Вертолетті қасты қойып. Так, вертолетіміз кішкене қуатыр ба? О, все. Міне, достар, бүгінгі бөлімде біз осы үлкен үйімізді бітірдік. Екінші бөлімде және өзімізге бір тағы көлік сатып алдық 1 миллион долларға. Мерседес көлік, кабриолет қой, еще новый. Так, енді келесі бөлім шығу үшін, достар, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, арнаға тіркеліңіздер. Сіздермен бірге болған Арс.